Биылғы оқу жылына арналған грант тізімі шықты. Қай мамандыққа көп, қайсына аз бөлінген. Бірге шолу жасайық. Сәлем қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Жалпы 2022-23-те бакалавриат, магистратура мен докторантураға 70 мыңнан астам мемлекеттік грант бөлінген. Ең көп қай мамандыққа бөлінді? Машина жасау, өңдеу өнеркәсібі, құрылыс индустриясы, білім беру бағдарламалары тобы алды. Саны 17.794 грант. Педагогикалық ғылымдар 10.810, ақпараттық коммуникациялық технологиялар 9.103, жаратылыстану, математика және статистика 6.288 грант. Өздеріңіз көріп тұрғандай техникалық салаларға ерекше назар аударылған. Магистратураға 13 мың, докторантураға 1800 грант бөлініпті. Ғылым және жоғары білім министрлігі әлеуметтік осал топқа жататын балалардың мемлекеттік грант алуына жеңіл